Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі саяхатымыз қазақ халқының тұңғыш ағартушы ғалымы ұстаз Ыбырай Алтынсарин атындағы даңғылдың бойымен өтпек. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бұрын Правда көшесі деп аталған даңғылға 1992 жылы балалар әдебиетінің атасы, этнограф зерттеуші Ыбырай Алтынсариннің есімі берілген. Көшенің ұзындығы 2800 метрден асады. 1841 жылы Қостанай облысында дүниеге келген Ыбырайдың шын есімі Ибрахим екен. Әкесінен ерте айырылған бала атасы белгілі би Балғожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге, өз бетінше оқып, білуге бейім екенін байқатқан. Ер жете келе талмай ізденіп, сол кездегі Ресей қоғамының белгілі адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Григорьевпен жақын танысып, оның бай кітапханасын еркін пайдалануға мүмкіндік алған. Білгеннің үстіне біле түссем деген құмарлық, халқыма көбірек пайда келтірсем деген арман Ыбырайдың өмірлік қағидасына айналды. Осылайша ол қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектептің қалыптасуында өшпестей із қалдырды. Әуезов ауданында орналасқан даңғыл оңтүстіктен солтүстікке қарай Қабдолов көшесінен басталып Жандосов көшесіне дейін созылып жатыр. Жұбанов, Абай, Шаляпин көшелерімен қиылысады. Көше бойында нөмірі 2 балалар клиникалық ауруханасы, нөмірі 6 қалалық емхана, тағы басқа халыққа қызмет көрсететін мекемелер орналасқан. Қаладағы белгілі мәдени орындардың бірі Сарыарқа кинотеатры да осы көшенің бойында. Алтынсарин мен Шаляпин көшелерінің қиылысындағы мына ғимаратта бұрын Алматы мақта-мата комбинатының мәдениет сарайы болған. Қазір бұл жерде Наталья Сац атындағы балалар мен жасөспірімдер театры орналасқан. Қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың тікелей басшылығымен салынған қаладағы көптеген ғимараттардың бірі осы мәдениет сарайы. 1981 жылы пайдалануға берілген нысанның сәулетшілері Петров пен Мустафина. Ал мынау еліміздегі жоғарғы әскери оқу орындарының бірі радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2001 жылғы қазан айындағы бұйрығымен құрылған оқу орны 5 түрлі мамандық бойынша әскери мамандар даярлайды. Міне біз Жандосов көшесіне де келіп жеттік. Алтынсарин даңғылының бойымен жасаған саяхатымызды осы жерден аяқтап, өздеріңізбен қоштасамыз. Көріскенше күн жақсы.